Сын есім. Сын есім заттың түсін, сапасын, белгісін, күйін, салмағын, көлемін, тағы басқа қасиеттерін білдіретін сөздер. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім анықтауыш қызметінде тұрғанда ешқашан тәуелденбейді, көптелмейді, септелмейді. Сын есім баяндауыш қызметінде тұрғанда жақтық тұлғаны қабылдай алады. Сапалық сын есім шырай категорияларында бола алады. Тұлғасына қарай негізгі туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есімдер қосымшасыз түбір сын есім. Мысалы, ақ, сары, терең, әдемі, қызыл, үлкен, аласа. Екінші туынды сын есімдер бірігіп, қосарланып, зат есім мен сын есімнің тіркесуі арқылы сын есімге және басқа сөз таптарына жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, кешегі, әлсіз, беделді, сөзшең, көп балалы. Мағынасына қарай екі түрге бөлінеді: сапалық және қатыстық. Сапалық сын есім дегеніміз заттың сыр-сипатын білдіреді. Түрі, түсі, сыны, сапасы, көлемі, ауғанмағы, дәмі, иісі. Мысалы, қара, қызылдау, әдемі, жақсы, қысқалау, көкпеңбек. Қатыстық сын есімнен басқа сөз таптарынан жасалған туынды сын есім. Мысалы, судан сулы, немесе сусыз, таудан таулы, қоралы, балалы, ашық, есік. Аш етістік болғанда ық жұрнағы арқылы сын есім туылып тұр. Сын есімдер құрамына қарай дара және күрделі сын есімдер болып бөлінеді. Дара сын есімдерде құрамы жағынан бір ғана сөзден тұратын сындық мағыналы сөздер аталады. Мысалы, әдемі, жақсы, күлкішіл, ұзын, қоңыр, таңғы. Күрделі сын есімдер деп ең кемі екі сөзден құралып, бір сындық ұғымды білдіретін сөздер. Күрең қызыл, қара ала, қара сұр, ақ сақалды. Күрделі сынның жасалу жолдары. Сапа сындарының бір-бірімен тіркесу арқылы күрделі сын есім жасалады. Мысалы, қызыл ала, қоңыр күрең, қара сұр, қара көк, көк ала. Сапалық сын мен қатыстық сынның тіркесу арқылы жасалады. Қалың, қамысты көл, ақ қанатты құстар, кең маңдайлы көк көйлекті қыздар. Есім сөз бен қатыстық сын есімнің тіркесу арқылы жасалады. Түлкі тымақты кісі, қос ішекті домбыра. Былғары етікті жігіт, қасқыр ішікті азамат. Қатыстық сын есім мен қатыстық сынның тіркесі арқылы күрделі сын есім жасалады. Қазақы мінезді жігіт, толықша денелі әйел, сәнді киімді қыз, өткір көзді жігіт, сапалы білімді азамат. Сын есімдердің қосарлануы арқылы күрделі сын есімдер жасалады. Үлкен үлкен, жақсылы жаманды, үлкен кіші.